Сәлем менің құрметті тыңдарманым. Бүгін ауызашар берудің пайдалары мен сауабы қандай деген сұрақтарға жауап іздейміз. Рамазан айы келісімен көбіміз ауызашар беруге асығамыз. Бұған байланысты кейбіреулер оразаны міндетті түрде беру керек пе, яғни ауызашарды. Жағдайым келмей жатса ше, дастарханның ағыл-тегіл болуы міндетті ме деген сұрақтар қойып жатады. Пайғамбарымыз аузы берік жанды ауызашарға шақырып тамақ берген кісі ораза ұстаған адамның алатындай сауап алады. Аузы берік адамның сауабынан да еш нәрсе кемімейді деген. Тағы бір хадисінде пайғамбарымыз, егер кім Рамазан айында адал табысымен ауызашар берсе, періштелер Рамазан айының соңына дейін оған дұға жасайды деген. Сонда, уа Расулла, ауызашарға ештеңе таппаса не істейді деді. Бір тілім нан берсін деді сонда пайғамбарымыз. Ол да болмаса ше, онда қара су берсін деген екен. Ораза тұтқан кісіге бір құрма немесе бір кесе сүт берген адам да ауызашар бергендей сауапқа ие болады. Пайғамбарымыз кім Рамазанда ораза тұтқан кісіге ауызашар берсе, күнәлары кешіріледі. Ораза тұтқан кісінің сауабына тең сауап бұған да беріледі дегенде, сахабалардың біреуі бір адамға да ауызашар беретін мүмкіндігі жоқтығын айтады. Оларға жауап ретінде, бір құрма ауызашар берген адамға да, тек сумен ғана ауыз аштырған адамға да, аздаған сүт берген адамға да сол сауап жазылады деп жауап береді. Тағы бір хадисте, ауыз бекіткендер тамақ жеп отырған уақытта тойғанға дейін ауызашар берген адамға игілік тілеп тұрады делінген. Міне бұл хадистерден байқағанымыздай, ауызашарда дастарханның аста-төк болуы міндетті емес. Әркім жағдайына қарай берсе болады. Ең бастысы, Алланың разылығын табу ниеті болса болғаны. Ауызашар беру өте үлкен сауап. Жолда кетіп бара жатып, кез келген аузы берік адамға бір дана құрма беру мен ауызашар беру сауабына қауышады. Рамазанда бір қонаққа ауызашар берген адамға Сырат көпірінен өту оңай болады деген жеткен. Ас беру өте үлкен сауап болып табылады. Әсіресе аузы берік адамға ас беру одан да үлкен сауап. Ораза тұтқан адамның сауабындай сауапқа қауышады. Ораза тұтқан адамның сауабы кемімейді. Амалдардың ең құндысы бір мұсылманның айыбын жабу, қарнын тойдыру және мұқтаждығын беру арқылы оны қуанту. Аллах тағала тамақ жегізетін жомарт құлмен періштелеріне мақтанады деген. Шын көңілмен шақырылған жерге бару керек. Хадис шарифте былай делінді: мұсылман бауырына сый көрсеткен адам Алла тағаланы да сыйлаған болады. Шақырылған жерге бармаған адам Аллах пен пайғамбарына қарсы шыққан болады. Ислам дінінде ең әуелі ысырапшылдыққа жол берілмейді. Сондықтан сізде аста-төк дастархан жасалмай, өз шамаңызға қарап ауыз аштырыңыз.